Бала тәрбиесінің бағбаны, оқу-тоқудың, шығармашылық белестердің, өнер мен еңбектің, ғылым мен білімге деген сүйіспеншіліктің бастауы архитекторы тәрбиеші. Тәрбиешіге құрмет көрсету мен бала тәрбиесіне деген ынтымақтастық жасау артық етпейді. Осы мақсатта біз тәрбиешілерге шашу оқу-танымдық кешенін ұсынып отырмыз. Мектепалды даярлық топ сыныбына, яғни 5 жасар балалармен жұмыс жасау үшін тәрбиешінің перспективалық жоспарын мемлекеттік бағдарламаға, стандартқа, әдістемелік нұсқаулық хатқа, тәрбие моделіне сүйене отырып бірге жасау, циклограммасын қолындағы толтырылған перспективалық жоспармен оқу құралына негіздей отырып құрастыру. Сонымен қатар, баланың жеке даму картасын толтыру жолдарын да көрсететін боламыз. Шашу оқу-танымдық кешенінің 3 артықшылығы бар. Біріншісі ұлттық анимацияны қалыптастыру. Екіншісі қазақ тілін насихаттау. Үшіншісі тәрбие құралы ретінде беріледі. Шашу оқу-танымдық кешеннің 4 ерекшелігі бар. Бала өзіне керегін таңдайды, бетін емін-еркін ашады, ойы жинақы болады, жеңіл қабылдайды, сонымен қатар өз-өзін бағалайды. Шашу оқу-танымдық кешеннің 7 мүмкіншілігі бар екен. Яғни біріншіден семинар, оның ішінде әртүрлі әдіс тәсілдер келеді. Оны айтып кететін болсақ, бұл смарт жаңартылған білім. Екіншіден ол сертификат, яғни ол республикалық деңгейде беріледі. Әдістемелік құрал, 1 жылға арналған тәрбиеші жоспары, яғни 35 ойын кіреді. Және 1 жылға арналған тәрбиеші таныстырылымы, 35 ойынның жаңағы презентациясы кіреді. Және ең бастысы Telegram каналы арқылы 1 жылға сіздерге көмек беріледі. Бір қарағанға жай боямақ болып көрінгенімен, бала тәрбиесіне көрінбейтін тәрбие дағдыларын дамытуға арналған негіздемелері бар. Тәрбиеші мен ата-ана үшін әдіс тәсілдерін үтір нүктесіне дейін тәлпіштеп көрсетіп отырмыз. Сонымен қатар арнайы семинар коучинг жасап, жұмыс жасау тәсілдерін үйретеміз.